бір мүшені көп мүшеге көбейту. Бізге берілген мысал келесідей. 4ab квадрат бір мүшесін 4a квадрат азайтылған 6a квадрат b қосылған 5a квадрат c көп мүшесіне көбейту керек. Бұл жағдайда біз әрбіреуін бөлек жақшаға жазып, олардың арасына көбейту белгісін қоямыз. Көбейту үшін біз бір мүшені көп мүше құрамындағы әрбір бір мүшеге жеке көбейтуіміз керек. Сонда бізде 4ab квадрат көбейтілген 4a квадрат, азайтылған 4ab квадрат көбейтілген 6a квадрат b қосылған 4ab квадрат көбейтілген 5a квадрат c шығады. Әрбіреуін көбейтіп шыққаннан кейін нәтижесінде бізде 16a куб b квадрат азайтылған 24a куб b куб қосылған 20a куб b квадрат c шығады. Екінші мысалды қарастырсақ, онда бізге 2x куб азайтылған 2x көбейтілген жақшаның ішінде x квадрат азайтылған 4x қосылған 3 қосылған 6x азайтылған 4 өрнегі берілген. Және оны ықшамдау керек. Ол үшін өрнектің ортасында берілген бір мүшені көп мүшеге көбейтуді орындау қажет. Демек, жақшаның сыртындағы көбейткішті біз көп мүшенің әрбір мүшесіне жеке көбейтіп аламыз. Жақшаны ашқаннан кейін нәтижесінде 2x куб азайтылған 2x куб қосылған 8x квадрат азайтылған 6x қосылған 6x минус 4 шығады. Көріп тұрғандарыңыздай, қарама-қарсы таңбамен берілген бірдей бір мүшелер бірін-бірі жояды. Соңында бізде 8x квадрат минус 4 қана жауап қалады. Бұл бір мүшені көп мүшеге көбейтудің мысалдары. Ал енді ортақ көбейткішті жақшаның сыртына шығару әдісін қарастырайық. Бұл әдісті алдындағы бір мүшені көп мүшеге көбейту, яғни жақшаның сыртындағы көбейтуні жақшаның ішіндегі әрбір бір мүшеге көбейтудің кері амалы деуге де болады. Себебі осы жағдайда біз ортақ көбейткішті жақшаның сыртына шығарамыз. 9x квадрат y алынған 21y квадрат деген өрнектегі әрбір бір мүшені көбейткіштерге жіктеп алайық. Мысалы 9 деген 3 пен 3-тің көбейтіндісі. Сонда бірінші көп мүшені 3x квадрат көбейтілген 3y деп жазуға болады. Ал 21 3 пен 7-нің көбейтіндісіне тең болғандықтан, оны минус 3y көбейтілген 7y деп өрнектеуге болады. Нәтижесінде 3x квадрат көбейтілген 3y алынған 3y көбейтілген 7y деген өрнек шыққаннан кейін екеуінде де 3y деген ортақ көбейткіш бар екенін байқаймыз. Осы ортақ көбейткішті жақшаның сыртына шығарсақ, демек 3y-ті жеке жазсақ, жақшаның ішінде 3x квадрат алынған 7y қалады. Амалдың дұрыс бұрыстығын тексеру үшін оны қайтадан көбейтіп көру керек. Егер жауабы дәл сондай болып шықса, амал дұрыс орындалды деген сөз. Яғни 3y көбейтілген 3x квадрат 9x квадрат y-ге тең, ал минус 3y көбейтілген 7y минус 21y квадратқа тең. Демек, осы кері амал дұрыс орындалды. Егер қателесу мүмкін деп ойындасаңыздар, оны қайта көбейтіп тексеруге болады. Осы әдісті көбейткішке жіктеу деп атаймыз. Екінші мысал талдап өтейік. 12a квадрат b алынған 18ab квадрат алынған 30ab көп мүшесінің ортақ көбейткішін жақшаның сыртына шығарайық. Ол үшін осы жолда бір мүшелерді көбейткіштерге жіктеу керек. Мысалы 12, 18 және 30 деген үш коэффициенттің ортақ бөлікші қайсан бола алады? Ең үлкен ортақ бөлікші қысқартып EOB дейді. Сонымен ең үлкен ортақ бөлікші 6-ға тең. Сондықтан біз оларды 6ab көбейтілген 2a, алынған 6ab көбейтілген 3b және алынған 6ab көбейтілген 5b квадрат деп көбейткішке жіктеп аламыз. Әрбіреуіне ортақ 6ab екені көзге бірден түседі. Сондықтан біз оны жақшаның сыртына шығарып, жақшаның ішіне көбейтінінің қалған бөліктерін жазып шығамыз. Шығатыны 6ab көбейтілген жақшаның ішінде 2a алынған 3b алынған 5b квадрат. Бұл ортақ көбейткішті жақшаның сыртына шығару әдісі болды. Тағы бір қамтитын тақырыбымыз көп мүшені көп мүшеге көбейту. Жақшаның ішінде m-n көбейтілген жақшаның ішінде a плюс b минус c бұл бізге берілген мысал. Кейін арада бізге ыңғайлы болу үшін m-n деген бірінші көп мүшені x деп өрнектеп алайық. Бұны айнымалына алмастыру деп атайды. Көбейтуді алмастырылған айнымалмен орындасақ, xa қосылған xb алынған xc деп жазып алуға болады.
Осы жолы m-n-ді x пен алмастырғаннан кейін бұл мысалы бір мүшені көп мүшеге көбейту әдісіне ұқсас болды. Яғни x-ті көп мүшенің әрбір мүшесіне көбейттік. Енді екінші көп мүшенің жақшасынан құтылғаннан кейін x-тің орнына оның бастапқы мәнін қойып шығуымыз керек. Демек x-ті m-n-ға ауыстыру қажет. Сонда бізде жақшаның ішінде m-n көбейтілген a, қосылған жақшаның ішінде m-n көбейтілген b, алынған жақшаның ішінде m-n көбейтілген c деген нәтиже шығады. Жақшаны ашу әдісін тағы бір рет қолданып, ma алынған n, қосылған mb алынған nb, алынған nc қосылған nc деген өрнек шығады. Осылайша біз көп мүшені көп мүшеге көбейтіндісін орындадық. Осы тақырыпқа келесі мысал: 5x куб қосылған жақшаның ішінде y квадрат қосылған 5x көбейтілген жақшаның ішінде xy алынған x квадрат. Жақшада жазылған көп мүшелерді де бір-біріне көбейте аламыз. Кез келген жақшаны x деп болсақ та, немесе ойымызда көбейтсек те, нәтижесі бір болады. Амалды орындағаннан кейін алатын нәтижеміз келесідей: 5x куб қосылған y квадрат көбейтілген xy алынған y квадрат көбейтілген x квадрат қосылған 5x көбейтілген xy және алынған 5x көбейтілген x квадрат. Одан кейін бірден бір мүшелердің амалдарын орындауымыз қажет. Мысалы 5x куб алынған 5x куб. Демек екеуі бірін-бірі жояды. Соңында x, y куб алынған y квадрат x квадрат қосылған 5x квадрат y өрнегі қалады. Ал енді топтау деген әдіске көшейік. Ең бірінші мысалға назар аударсақ, ол AC алынған BC қосылған AD алынған BD ретінде берілген. Алдымен құрамындағы айнымалыларына байланысты бөліп алайық. Бірінші жақшаға құрамында C айнымалысы бар бір мүшелерді жазсақ, екіншісіне D айнымалысы бар бір мүшелерді енгізейік. Сонда жақшаның ішінде AC-BC қосылған екінші жақшаның ішінде AD-BD деген күйге дейін топтастыруға болады. Ал келесі қадамымыз әрбір жақшадан ортақ көбейткішті шығару. Бірінші жақшаның сыртына C-ны шығарсақ, A-B өрнегі қалады. Дәл сол сияқты D-ны жақшаның сыртына шығарсақ, A-B қалады. Өрнегіміз C көбейтілген жақшаның ішінде A-B қосылған D көбейтілген жақшаның ішінде A-B деген күйге келді. Байқап отырғандарыңыздай, екеуінің тағы бір ортақ көбейткіші бар. Ол A-B. Енді біз осы ортақ көбейткішті бүкіл өрнектің сыртына шығара аламыз. Сонда жақшаның ішінде A-B көбейтілген жақшаның ішінде C қосылғандай деген өрнек шығады. Бұл топтау әдісі деп аталады. Енді тағы бір мысалмен бекітіп өтейік. X квадрат алынған 6x қосылған 5. Бұл мысал күрделірек болуы мүмкін, өйткені алдыңғыдан сәл өзгеше болып табылады. Бұл жағдайда біз -6x-ті өзіміз -x алынған 5x деп өрнектеп алуымыз керек. Өрнектің мәні өзгеріссіз қалады, біз тек өзімізге ыңғайлы болу үшін оны өзгерттік. Ал енді x квадрат -x алынған 5x қосылған 5 өрнегінің ортақ көбейткіштерді жақша сыртына шығара бастайық. Ол үшін алдымен топтастырып алайық. Онда бізде жақшаның ішінде x квадрат -x алынған жақшаның ішінде 5x - 5 деген өрнек шығады. Осыдан ортақ көбейткіштерді шығара бастасақ, өрнек келесі түрге келмек. X көбейтілген жақшаның ішінде x - 1 алынған 5 көбейтілген жақшаның ішінде x - 1. Осы жағдайда да x - 1 деген көбейткішті бүкіл өрнектің сыртына шығаруға болады. Нәтижесінде жақшаның ішінде x - 1 көбейтілген жақшаның ішінде x - 5 деген жауап шығады.